қазіргі жастарымызға Қытайда оқуға бірегей мүмкіндік тудырып отырмыз. Бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, Қытайдың білім беру сапасы өте жоғары, әлем деңгейде жоғары позицияларды беріп отыр. Бірақ ол жаққа оқуға түсу үшін біріншіден Қытай тілін қажет етеді. Оны кейде фаундейшн оқып 1 жыл уақыт жоғалтамыз. Кейбір университеттер IELTS талап етіп жатыр, кейбіреулер қосымша емтихан талап етіп жатыр. Ал біз осының бәрін жоққа шығарып, тек қана ұбт арқылы Қытайда оқу мүмкіндігін ұсынып отырмыз. Ол үшін ұбт-дан, информатика, математикадан 65 балл жинадыңыз, 2 пән таңдап, сол арқылы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне түстіңіз, ақпараттық технологиялар білім беру бағдарламасына, және Қытайдың Чжэжан технологиялық университетіне автоматты түрде тіркелдіңіз. Түскен бойда мұны жаққа тіркелесіз. 2 жыл Қазақстанда оқиды, 2 жыл Қытайда оқиды. Бұл Шанхайдың Ханчжоу жанында, Ханчжоу деген қалада, бұл теңізге жақын жерде орналасқан. Осы оқу барысында алғашқы 2 жыл Қазақстанда оқу барысында біз тегін Қытай тілі курстарын оқытамыз. Балалар 4-ші деңгейге жететіндей дәрежеге алып барамыз. Ертең Қытайға барғанда қиналмай оқитын ары қарай. Екіншіден, Қытай жағына қосымша ақы төлеудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Олардың ақысын біз төмендетіп, біздің деңгейге алып келдік. Бізде беріліп отқан гранттың құны сол жақтың оқу ақысын жабады. Үшіншіден, күнделікті шығындарға біз ғылыми жобаларда жұмыс жасауды үйретіп балаларға, дистанционы қашықтан жұмыс жасауға жағдай жасап, қосымша жалақы алатындай жағдайға алып келеміз деп отырмыз бұйыртса. Бұл мамандықта не оқиды балалар? Біріншіден, математиканың 5 түрі. Бұл өте жоғары деңгейдегі математика, өте терең білім алады. Екіншіден, ақпараттық технология пәндерін өтеді. Үшіншіден, жасанды интеллект пәндерін өтеді. Және төртіншіден, ең бір қызығы, географиялық ақпараттық жүйелер бойынша жерді қашықтан зондтау, ғарыштық мониторинг, космический мониторинг деп айтады. Осы технологияларды игеріп шығады. Мұның бәрін игерген маман ертеңгі күні жұмыс істеу ауқымы өте кең болады. Мысалға, ауа райын болжау, оның өзгерістерін бақылау, су ресурстары, жер ресурстары, ауыл шаруашылығы, орман, экология, қала құрылысы, оның ішінде смарт сети, логистика, транспорт, геология, энергетика, төтенше жағдайлар, телекоммуникация деген бағыттарда толықтай жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Мұнымен тек қана шектеліп қалмайды, әлде де бағыттар өте көп. Ал егер мынау бағыттарда су ресурсы, жер ресурсы, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы бағыттарында егер жұмыс жасаймын дейтін болса, онда біз бірлесе отырып, осы салаларда, әсіресе ең бірінші басым бөлігін ауыл шаруашылығында біз технологиялық төңкеріс жасаймыз. Оған жаңа технологиялармен ауыл шаруашылығының көрінісін толықтай біз жаңартуға әрекет жасаймыз еліміздегі. Әрине, мұның бәрі өздігінен болып жатқан дүние жоқ, мемлекет басшысының қолдауы бар тікелей, соның арқасында болып жатқан дүние. Және мынау 2019 жылына біздің студенттеріміз, президенттің жанында тұрған, осы деңгейден ары қарай асырып, осы мамандыққа келген балаларды біз халықаралық дәрежеде өте үлкен білікті маман жасап шығаруға кепілдік береміз.